Осы жақында жарайды 2 ай бұрын как будто студиясы қалам деп аталатын жаңа сериал жасаған болады. Шыға салып көбісіне және де маған оған керемет проект. Шынымен де негемен басқа өз сюжетімен басқа сериалдарға мүлде ұқсамайды. Бұл проектті біраз түсіну үшін сендерге сәл-пәл айтып берейін. Ал айтпай жатып каналыма тіркеліп кетулеріңді және де лайк басып комментарий жазуларыңды сұраймын. Себебі осы заттар менің каналымның дамуына зор үлес қосады. 20 мың тіркелуші санына аза қалдық. Давайте тез-тез жеткізіп тастайық. Ал мен көп ұзартпай бастайын. Кеттік. Сюжеті короче былай ғой. Бір бала өмір сүріпті. Басқа қалай енді. Оның есімі Зейн. Және оның өмірі өте керемет. Себебі оның үйленейін деп жүрген өзінің махаббаты бар. Және де ол универдің қызыл дипломға бітірейін деп жатқан етін. Себебі бір сәтте бәрі күрт өзгеріп кетеді. Өзінің кішкентай кезден бері демеп жүрген демеп оттар родноймен көшеде келе жатып ол өзінің қызын ректордың баласымен көріп қалады. Көп ұзатпай котына айыра салады. Блин, тойда сальто көрмейтін болдың ғой сен қыз. Жаль. Ай, мұрным ай. Ай, Гудбай. Зейн? Нормально болса болды. Зейнчик? Минус қыз жарайды. Бір рет қара кесек тыңдайсың да ұмыта саласың. Қыз деген көп қой табылады ғой. Бірақ бұнымен оның өмірі зайбал болуын тоқтатпайды. Себебі ректордың баласы батясына өзінің кім ұрғанын айтып қояды. Бля, осы ағаяқ всегда директорлардың рөлін ойнайды екен да. Бірақ сыныптастарда конкретно зайбал шықса, бұл жерде ол конкретно богатый, нормально поднялся на. Жарайды. Ал ректор болса Зейінді оқудан шығарып жібереді. Қазір құрш бар, құрш бар. Құраймын. Құрайсың сен. Документтерді қолға берeceğim қазір. Қызыл диплом алады екен деп сен бір жерге кіріп отырмайды екен, әкем намысын таптады. Балаң терпей аласың, бетің айтайын. Өзің терпей ала. Құры кет бар. Оқудан. Құры кет бар. Осыдан көресің. Университетін сатып алам да, сен жұмысынан босатып жіберем. Армандапсың. Құры кет бар. Құрсаң құры. Құры. Вот енді өмірі зайбал болады. Ол онда не істерін білмейді, себебі ата-анасына қызыл диплом алатын айтып қуантып қойған етін. Бірақ бір ишактың кесірінен бәрі сальто жасап кетті. Ол демеге өтірік диплом жасап беруін сұрайды. Демеу әрең болса да келісіп оған жасап береді. Бірақ өкінішке орай бір сорлы аттының кесірінен бәрі барлық болған жайтты біліп қояды. Өкінішті. Осы сәтіне дейін көріп отырып мен ойланып қалдым. Неге сериалды қалам деп. Не білдіреді ол деп. Бірақ көп ойлаудың да қажеті болмады. Себебі Зейн үйінде қалу ұят болады деп қайта қалаға кетіп курьер болады. Сол бір тапсырыстардың біріне ол бір кәрі ақсақалға тапсырысын тегін береді. Сол мейірімділігіне ата оған сиқырлы қаламды береді. Сәл-пәл инструкциясын айтып жібереді. Зейн үйіне барады және сол қаламмен сурет сала бастайды. Сурет енді дайын болып еді, есікті біреу соға бастайды. Ол шығып қалса өзі сурет қылып салған заты екен. Солай оның кайф өмірі де басталады. Ол демеуге жалға үлкен үй сатып алып біраз кайфпен өмір сүріп, Зейн азғырып кетпейді. Жоқ, керісінше ол жағдайы жоқ адамдарға көмек бере бастайды. Бірақ әлгі ректордың баласы қоймай Зейнге және демеуге арнайы адамдар жалдайды. Бірақ бәрібір де өзі түк істей алмайды. Себебі ол ақшадақ болған лашоқ қойшын. Солай болады ғой, короче. Әрі қарай айтпай қойды. Өздеріне білулері мүмкін. Немесе ютубтан қарап кетіңдер. Өте қызықты сериал екен. Және де осы жақында ғана қаламның фильміне шыққан болатын. Сол фильмде әрі қарай не болатынын көре аламыз. Ақша болса әрине. Ал енді сериалдың соңында не айта аламын? Бәріне қыз кінәлі. Шынымен де. Какой-то бір қыздың кесірінен Зейннің өмірі қирап қалды. Қиын. Так что құрсын қызды. Ал енді шынында қумай айтсам, прям көрініп тұрды, қазіргі өмір туралы айтылып тұрған. Бәрі тек ақшамен шешіледі. Шынымен де сериалда ақша темасы көп айтылады. Таныстарсыз, ақшасыз ештеңе шешілмейді. Бұл шын және де бұл өкінішті. Шын өмірде ақша бәрін шешеді шынымен де. Сериалдағыдай бір ата саған сиқырлы қаламды бере салмайды. Сондықтан өзіншіл болмаңдар. Біреудің қызын тартып алмаңдар. Біреудің өмірін құртудың қажеті жоқ. Ал әзіл жағын айтатын болсам, түк айтпаймын, себебі как будто студиясының әзілдері всегда өтеді. Әсіресе мына сәті маған өте қатты ұнады. Мына жерін Тимур Бекмағамбетовтің особо опасен деген киносынан ұрлап кеткенсің ғой, короче. Кешіріңіздер. Ал осымен де мен де аяқтайын. Сіздермен болған мен Олжас Тоқыбай достар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Ал сау болыңдар.